Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінен 3-ші сабақ менің күн тәртібім тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Суреттегі заттарға қара, заттардың көмегімен өзіңнің күн тәртібің туралы әңгімеле. Суреттен нені көріп тұрмыз? Сағатты, кітапты, допты және глобусты көріп тұрмыз, балалар. Олай болса, күн тәртібіміз туралы әңгімелейік. Жақсы, жарайсың. Яғни, мен таңертең сағат 7-де оянамын, жуынып, киініп, таңғы асымды ішемін. Содан соң кітаптарымды сөмкеме салып, мектепке барамын. Сабақтан сағат 13:00-де шығамын. Үйге барып түскі асымды ішемін. Сәл демалып алған соң далада достарыммен доп теуіп ойнаймын. Үйге келген соң анама көмектесемін. Ал бос уақытында глобусқа қарап, әлемдегі елдердің атауын жаттағанды жақсы көремін. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші тапсырмаға қарайық. Қадыр Мырза Әли 1935 жылы дүниеге келіп, 2011 жылы дүниеден озған. Ол ақын, Қазақстан халық жазушысы. Ақынның балаларға арналған жаңғалақтар, кішкене қожанасырлар, алуан палуандар атты кітаптары бар. Енді балалар, сендерге Қадыр Мырза Әлидің үйде атты өлеңін оқуға берген екен. Бұл өлеңді түсініп оқы, өлеңдегі кейіпкерлерге есім ойлап тап. Балалар, суретте бала және апаның суретін көріп тұрмыз. Баланың есімін Алдияр деп қойсақ болады, апаның есімін Дариға деп қойсақ болады. Олай болса, өлеңді оқиық. Үйде бас қатырып есепке шаршадық-ау десек те, келе сала мектептен құламаймын төсекке. Сабағым бар ойымда, міндетім бар мойында. Лақтыраса портфельді, кетпеймін мен ойынға. Дәлелді айтып көрінген, жөн болама ерінген. Орындаймын алдымен, тапсырманы берілген. Үйдің іші толғаныс, апама бұл алданыш. Дайындалып болған соң, берем оған қолғабыс. Балалар, қолғабыс дегеніміз ол көмек деген мағынаны білдіреді. Балалар, бұл өлеңде баланың іс-әрекеті дұрыс па? Ол қандай бала екен? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 3-ші тапсырма, өлеңдегі кейіпкердің іс-әрекетіне баға бер. Балалар, өлеңде баланың іс-әрекеті дұрыс па? Жақсы, жарайсыңдар. Өте дұрыс екен. Ол ұқыпты, тәрбиелі, тәртіпті бала екен. Жақсы. Балалар, өзің оқыған әдеби шығармадағы адамдар кейіпкер деп аталады. Ертегі мысал оқиғасындағы жануарлар, өсімдіктер, аспан денелері, табиғат құбылыстары да кейіпкер болады. Балалар, бұл үйде өлеңнің кейіпкерлері кімдер? Дұрыс айтасың, бала мен апа екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Өлеңнің 2-ші шумағын 2-ші жақта өзгертіп оқы. Орындайсың алдымен тапсырманы берілген деген үлгі бойынша. Сабағың бар ойыңда, міндетің бар мойында. Лақтыраса портфельді, кетпейсің сен ойынға деп 2-ші жақта өзгертіп оқимыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма қорытынды. Кейіпкердің қолынан келетін істі жасай аласың ба? Ал мен деген ойды жалғастырып жаз. Балалар, менің ойымша, кейіпкердің қолынан келетін істі мен жасай аламын. Ал мен үй тапсырмаларын өзім орындаймын. Сабаққа барамын, кітап оқимын. Анама үй жұмыстарын істеуге көмектесемін. Балалар, үйде өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.